Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Бүгінгі таңдағы поп музыканың бір саласы рок музыка, ал алтын ғасырдың жастары рок музыкаға теңселіп билеп дем алады. Яғни бүгінде рок музыкаға деген сұраныс артқан. Оған дәлел осы жанрда ән салатындардың қатарының көбеюі. Осы жерде рок сүйер қауым үшін сүйінші жаңалық болды. Осы жанрда көпшіліктің көңілінен шығып жүрген Molto Loud тобы алғашқы альбомдарының тұсауын кесті. Сонымен альбом туралы жігіттердің өздері былай дейді. В альбоме у нас будет 13 песен. Біздің алғашқы альбомымызда барлығы 13 ән бар, барлығы рок жанрында. Біз альтернативті рокта, фанк рок және аздаған мелодиялық рокта айтамыз. Рок музыканың негізгі белгілері блюздік композициялық құрылымдар, дыбысты электрлік және электрондық аспаптармен күшейту арқылы әсерлігін арттыру. Яғни Molto Loud тобы да аспаптармен ойнап әндерін әрлегенді құп көреді. Мы все вместе пишем песни. Альбомдағы әндерімізді бәріміз бірге жаздық. Өзіміз жазып, өзіміз орындаймыз. Әрқайсымыз өзіміз ойнайтын ырғаққа өзімізге сай жазамыз. Гитарада ойнаймыз. Сөздерінде, әндерінде өзіміз жазып, әрлейміз. Рок сонысымен ерекше. Molto Loud тобының қуанышына ортақтасып келген жастардың қарасы көп. Әрқайсысы жігіттерді альбомдарымен құттықтап, ақ тілегін арнап жатты. Molto Loud мен құттықтаймын сендерді. Сендер молодцы, зор денсаулық, ашық аспан, анау тағы не дейін. Бәрі жақсы болсын сендерде. Первый раз пришел на презентацию альбома. Molto Loud'тың алғашқы альбомының тұсаукесеріне келдік. Бұл топты бір жылдан бері тыңдаймын. Өте керемет топ, маған қатты ұнайды. Мұндай топты Алматыда алғаш рет мықты көтерілді деп ойлаймын. Оларға сәттілік тілеймін. Осылайша Алматы жастары рок кешін көңілді өткізіп, сүйікті топтарына қолдау білдірді. Ең бастысы, әнші мен тыңдарман арасындағы байланыс үзілген жоқ. Рок сүйер астаналық жастар үшін жағымды жаңалық. Тура бір аптадан кейін 29 шілдеде Molto Loud тобы өз кештерін өткізеді. Сондай-ақ бұл топ алдағы уақытта Европаға кетіп жұмыс істеуді жоспарлауда. Айта кетейік, Molto Loud'тың рок әндері тек ағылшын тілінде жазылып жүр. Танымал әнші Димаш Құдайберген Қытайда өткен Asian Music Gala марапаттау кешінде ең танымал шетел әншісі атанды. Бұл туралы Димаш Құдайберген Instagram әлеуметтік желісінде жазған болатын. Ал Димаш Құдайбергеннің досы әрі продюсері Алпамыс Шаримов өз парақшасында сүйінші Димаш ең танымал шетелдің әншісі номинациясының иегері атанды. Құтты болсын, біздің бала шетелде ең танымал әнші. Рахмет ұйымдастырушылар деп жазды. Биыл әнші Бүркіт 40 жасқа толған мерейтойын жақындармен бірге Бішкекте атап өтті. Көрші бауырлардың өзіне көрсеткен ықыласына риза болып алғыс айтып жатыр. Бүгін ешкімге айтпай, өз туған күнімде тыныш білдірмей, жасырын агент болып жүрсем де ардақты достарым естен шығармай құттықтап жатыр. Айналайын достарым, таныстарым, құрбыларым, керемет жылы тілектеріңіз үшін көп рахмет. Барлық тілектеріңізді қабыл алдым. Қатты жақсы көремін дейді Бүркіт. Әншіге жиын қарындасы мен оның құрбылары тосын сый әзірлеген екен. Мұнымен қатар ол өзін ерекше қарсы алған Қырғызстан қонақ үйіне алғыс айтты. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.